Осы комбинациядан кейін Канело қырғыз кәрістің жай ғана өтіп бітетін әлсіз қарсылас емес екенін түсінді. Тіпті кемір Майк Тайсонның өзі аң-таң қалды. Көпшіліктің сүйіктісі Сауль Альварес Биволмен кездескен болатын. Жекпе-жек алдында Канелоны әлемнің кіндігі сияқты көрсетті. Халық мәз-мейрам, ал Бивол болса өте сабырлы түрде шықты. Бірінші раундтақ боксшылар еш шегінбестен бірден шабуылға көшті. Соққылар снаряд сияқты, бірінен соң бірі жауды. Мұнда мексикалық спортшы сәл тәуір көрінді. Әр раунд сайын қарқын түспей, тек үдей түсті. Дмитрий Бивол кеңестік мектептің бокс стилін танынып, тік соққылардың комбинациясымен кенеттен лап қойып отырды. Сауль әлдебір қарсылық көрсетуге тырысты, бірақ спортшылардың деңгейлері арасындағы айырмашылық тым үлкен еді. Дима жекпе-жек тізгінін өз қолына алып, ойсырата ұтып жатты. Ал оның сыры неде екенін білесіз бе? Жекпе-жектен кейін ресейлік боксшы қызғыл түсті киім киіп шыққан боксшыға ұтылуы мүмкін емес екенін айтты. Негізінде ол өз сөзіне толықтай жауап берді. Енді кім жеңеді? Ол ма, әлде Бетербиев пе?